Мектеп оқушылары халықаралық ана тілі күніне орай «Әке өмір тірегі» атты диктант жазды. Мемлекеттік тілде сауатты жазу шарасына жоғары сынып оқушылары қатысты. Әке деген сөздің аясы кең. Келесі сөйлем жаңа абзацтан. Осы бір құдіретті, әр жанның жүрегіне мәңгілікке қонақтаған ұғымды кей сәтте сөзге сыйдыра алмай жатамыз. Шараның негізгі мақсаты ана тілімізді мерейін көтеруге, өскелең ұрпақтың өз елінің патриоты болып қалыптасуына үлесімізді қосу дейді ұйымдастырушылар. Жобамыздың мақсаты біріншіден мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеру. Жас ұрпаққа мемлекеттік тілді сыйлау, құрметтеу, оны бағалау үйрету. Екіншісі, өмір сыйлаған Асқар Тау әкені құрметтеу, оның еңбегін берген тәлім тәрбиесін бағалап, елге білікті, рухани бай, таза азамат болу. Диктант жазуға қала бойынша 54 мектеп қатысты. Ал Сәкен Сейфуллин атындағы номері 4-ші және 198-ші мектеп өрендері диктантты оффлайн түрде жазды. Ал аудандағы үздік мектептерден іріктелген оқушылар Zoom платформасы арқылы онлайн байланысқа қосылып диктант жазды. Жалпы сауатты жазу оқушыларды қағілездікке үйретіп, тілдік нормаларды сақтауға, сөздік қорын байытуға баулиды. Ұлтым өзбек. Қазақ тілін өз тіліндей құрметтеймін, мақтан тұтамын. Осы іс-шарада «Әке өмір тірегі» деген тақырыбына диктант жаздым. Енді халық айтқандай, 7 аға әке болмас, 7 жеңге ана болмас. Әкенің орны бөлек екенін түсіндім. Қазақ тілі менің ана тілім. Ана тілін білу біздің барлығымыздың борышымыз және де мақтанышымыз болу керек. Мемлекеттік тілді білу барлығымыздың да парызымыз, және сол мемлекеттік тілде сөйлеу күнделікті қалыптасқан борышымызға айналуы тиіс. Бұл жоба алдағы уақытта өңірдегі барлық мектептерде жалғасын таппақ. Нұрай Ақжігіт, Бауыржан Қожамұратов, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.